армысыздар. Бүгінгі таңда COVID-19 жер жаһанды жайлап, адамзат руханиятына айтарлықтай әсерін тигізді. Әлемді дүрліктірген коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу үшін барлық білім беру ұйымдары қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Мектеп оқушылары 4-ші оқу тоқсанын қашықтан оқыту форматында білім алуда. 3 апта бұрынғы уақытты еске алсақ, жаңа оқу кезеңіне көшуде жан-жақты қорқыныштың болғаны рас. Телесабақтар, онлайн білім беру ресурстары, ғаламтор, уақыт, классрум, Zoom платформалары, тағы басқалар. Алайда бүгінде осы бір дүрбелеңнің ата-ана, мұғалім, оқушы бойынан сейілгенін байқаймыз. Мұғалім мен оқушы жаңа білім беру платформаларын пайдаланып, ата-ана жаңа жүйені тез меңгеріп, қолдау көрсетуде. Отбасылық құндылықтар нығая түсті. Жалпы қашықтан оқыту жаңа идеялар мен тәжірибелерге, мол мүмкіндіктерге жол ашты. Білім беруді дамыту орталығы да қашықтан оқытуды ұйымдастыруда жалпы білім беретін ұйымдарына, мектеп мұғалімдеріне әдістемелік көмек көрсету мақсатында нормативті құжаттар негізінде нұсқаулықтар мен ұсынымдар, педагогтерге, ата-ана мен оқушыларға арналған пайдалы кеңестер дайындады. Орталықтың әлеуметтік желі парақшаларында психологиялық кеңестер айдар ашылды. Аудандық, қалалық білім беру ұйымдарының басшылары, әдістемелік кабинет меңгерушілері мен әдіскерлеріне, пән мұғалімдеріне қашықтан білім беруде пайдаланылатын түрлі тиімді цифрлық білім беру ресурстары мен білім платформалары ұйымдастыру жұмыстары туралы Zoom платформасында вебинарлар өткізіп, құнды ақпараттармен бөлісті. Әрбір әдіскер бұл кезеңде де пән мұғалімдерінің бағыттаушысы ретінде өз жұмысына жаңа леп қосты. Нақтырақ айтсақ, көшбасшы рөлін сомдауда. Білім медиа групп компаниясымен бірлесе, пән мұғалімдеріне Білімленд KZ білім беру платформасындағы онлайн мектеп модулі бойынша онлайн оқыту семинарлары, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының қашықтықтан оқыту үдерісіне әдістемелік сүйемелдеу бағытында республикалық семинар өткізілді. Педагогтердің іс тәжірибелерімен бөлісу және қашықтан пән мұғалімдеріне көмек көрсетуде шеберлік сыныптар марафоны, сондай-ақ жас басшыларды қолдау мақсатындағы жас басшы, көшбасшы мектептерінің жұмысы сәтті жүргізіліп, аудан мектептерінде жалғасын табуда. Тағы бір айтып өтер жай, шараларға байланысты ұйымдастырылған челлендждерде ата-аналар мен оқушылардың ұстаздарының сабырлығы мен төзімділігіне тәнті болып, білдірген жылын лебіздері мен алғыстары жүректі жылытады. Құрметті ұстаздар, сіздердің біз үшін жасап жатқан еңбектеріңіз үшін көп рахмет. Сіздердің дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға береке, әр күніңізге мереке тілейміз. Әкеммен бірге оқимын инстакциясы, физика, химия, биология пән мұғалімдер арасындағы қашықтан оқыту, тәжірибе таным көз алаңы, білім беру ұйымдарының эксперименттік алаңдар арасындағы болашақты бірге таңдаймыз атты онлайн эстафетасы, қосымша білім беру ұйымдарының оқушы шығармашылығын қашықтан шыңдау айдары. Тәжірибелі математика пәні мұғалімдері жас мұғалімдерді педагогикалық аттестаттау тестісіне және 10-11 сынып оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеуге қашықтан дайындауда онлайн сабақтарын бастады. Міне, орталығымыздағы қарқынды жұмыстың легі осындай. Алда талайтын идеялар мен жаңа жобалар іске асырылады. Ең бастысы, қашықтан оқытудың басты міндеті кемел болашағы зор, жаны жаңалыққа құмар, ой санасы таза, болашақта ел мерейін арттыратын шәкірттер тәрбиелеу болып табылады.